Қазір лейблдің ашылғанына 2 жылдай уақыт өтті. Қандай басшысың сен? Кезінде Ерболатқа ренжіген, бірақ мен қазір көп нәрсені түсіне бастадым. Ойлансаңшы, жоқты мен. Соңғы шыққан бейнебаяндардың бірі Көгершін. 37 мемлекеттік фестивальдердің жеңімпазы аталған. Қазақ ертегілерін, қазақ жалпы әңгіме дастандарын кейін комикс шығару. Алғаш рет киноға түстім. Өзім Мылқау адамды ойнадым, мылқауша үйреніп алдым. Кілең бұғауыздар ол жерде. Өзімді артист ретінде жоғалтып алдым деп айта аламын. Музыка маған ренжіп. Қазақстан өзгерді ма сен үшін? Өзгеріс күтпеу керек, адам өзгеру керек. Армысыздар, құрметті көрермендер, менің есімім Тимур Балымбетов, қош келдіңіздер. Бұл менің жеке YouTube арнам, жазылыңыздар, коммент қалдырыңыздар, лайк қойыңыздар. Және де біздің шығарылымдарымызды Easy платформасынан да көруге болады. Easy ол ойын-сауық операторы. Музыка, ойындар, фильмдер барлығы бір қосымшада, әрі тегін. Оның үстіне біздің аудио подкастымызды бүкіл подкаст платформалардан тыңдауға болады, табуға болады. Қайсысын ыңғайлы өзіңіз таңдап, әрдайым бізді қолдап тыңдап жүріңіздер. Ал бүгін мен өзіңіз де байқап отырған шығарсыз, ерекше жердемін. Мен жақын досымның үйіне келіп отырмын бүгін. Мен қасымда бүгін тек қана музыкант емес, тек қана лейблдің басшысы ғана емес, өзіңіз білетін, сүйіп тыңдайтын музыкант, мен досым Ғалымжан Молданазар. Қош келдің, Тимур. Рахмет. Өте қуаныштымын. Әрдайым біз түсірілім студиясында кездесеміз, концертте кездесеміз. Үйіңе келген ерекше болды бүгін. Рахмет. Күшті. Сендерге. Қалай? Не жаңалық? Қал жағдайымыз жақсы, шүкір. Барлығы тура бұрынғыдай. Тура ма? Тура бұрынғыдай. Ән жазу үстіндеміз. Сол тура бұрынғыдай. Команда үлкейіп жатыр, адамдар көбейіп жатыр. Сол қазір енді оны көп сұхбаттарда айтып кеткен, Орынхан, Али. Қазір Алидің өзінің тобы бар. Бұрын Алидің қасында менің тобымдағы жігіт қыздар сүйемелдейтін. Қазір Алидің өзінің тобы бар. Сол себептен біздің командаға 5 адам қосылды осы жақын арада. Команда жинау, команданы алып жүру деген енді қымбат нәрсе ғой, былайынша айтсақ, жалпақ тілмен. Әр музыканттың шамасынан келе бермейді. Әлі енді бастап келе жатыр. Қалайша көтере алдыңыздар бұндай? Жалпы біздің осы лейблде ортада жалпы қаражат табатын, ол тек Молданазар тобы. Шындықты айтқаныңа рахмет. Молданазар тобынан түскен қаражаттың барлық артистке, барлық сахнадан тыс көрінбейтін адамдар бар. Олардың барлығына осы Молданазар тобының арқасында. Сонда жігіттер, Али, Орынхандар, олар жалақы зарплата алып отырады ма, әлде? Жоқ, артист ретінде өз гонорарларын. Айтпақшы, әндердің сатылымы не болып жатыр? Қазір стриминг деген енді өмірімізге кәдімгідей кіріп еніп кетті ғой. Баяғыдай интернетке кіріп, іздеу деген жоқ. Әр қайсымыз өзімізге бір сервис таңдап, әндерді тыңдаймыз. Сендердің лейблдің жұмыстары, әндері қаражатта келе ма? Енді шындықты айтқанда, өзіңіз айтып кеткендей, барлық артистерді қамтамасыз ету және оның жұмыс жасауын, дыбыстарды, әндерді жазу, болмаса бейнебаян түсіру, онымен салыстырғанда түк жоқ. Өйткені қалай қазіргі уақытта мен қазір қозғап кеткеніңе рахмет. Дәл қазіргі уақытта Ерболат Бедерханмен сөйлестім, 91-дің балалармен сөйлестім, көптеген артистермен сөйлесіп жатырмын жақын. Жалпы осы авторлық құқықты
құқыққа көңіл бөлуге қолға алу және көмек сұрау барша жақтан. Өйткені қаншама менің әндерім киноларда қолданып жатыр, басқа да желілерде, мейрамханаларда. Ол жақтан негізі біздің автор ретінде қаражатымыз бар. Бірақ бұл біздің қолымызға жетпейді. Сонда киноға сенің әндеріңді алып енгізгенде сенен рұқсат сұрамай ма? Жоқ, ол мен продюсермен, кино иелерімен келісім шартқа отырамын ғой. Одан кейін, мысалы, барлық жерде, мейрамханада егер біздің әніміз орындалса, ол жаңағыдай қазақ автор сондай сияқты жерлерге біздің қаражатымыз түсіп жатыр. Ол негізі біздің қаражатымыз. Ол біздің қолымызға жету керек. Мүлде жетпейді, мысалы, сондай нәрселерді, мәселелерді көтерім келіп жатыр қазір. Өте маңызды шығар. Ол әрбір авторға пайдасы бар, өйткені олардың еңбек ақысы. Енді басқа елдерге қарайтын болсақ, авторлар күндерін солай көреді ғой. Авторлардың негізі күн көретін табысы сол нәрсе, авторлық құқық жағынан. Бірақ сол нәрселер бізге жетпейді. Бірақ ол бар бізде. Бізде менің байқауымша, мен енді арнада жұмыс істедім, оның алдында білесің, менде шамалы ән жазатын сондай бір нем болған, период болған менде. Және байқағаным, бізде бір 2-3 жыл сайын жаңа бір агенттік ашылады. Сіздердің енді біз келіп қорғайтын боламыз құқықтарыңызды дейді да. 2 жылдан кейін мен болып кетеді, тағы сот басталып кетеді, сонымен тағы быт-шыт ақша қайда кетті, түсініксіз бар болады. Ол сол жаңағы қалай айтсам болады, салақ қараудан салақ қорғалу автордың құқығы. Мүмкін ешкімге қызық емес ол содан кейін. Бір құнсызданып кеткен сияқты, ешкім бағаламайды ол жұмысты. Бірақ ол авторлар үшін маңызды. Әрине. Тек қана авторлардың құқығы емес, орындаушылық құқық деген бар. Орындаушылардың да ол жерде қоржындары бар жиналатын. Мысалы, көбісі оған біздің орындаушылар, артистер оны да білмейді де. Сол ауаға кетіп жатыр. Өңдеушілердің. Если вы подписаны на меня и в Instagram, то знаете, что я не только беру интервью, но и часто путешествую и делаю кучу фото и видео. Я заметил, что в моей ленте и влогах очень мало ночных кадров, потому что часто они получаются недостаточно качественными. Но я нашел решение этой проблемы благодаря новому флагману от Samsung Galaxy S23 Ultra с уникальным процессором Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy и крутой камерой на 200 мегапикселей. Я уже показывал вам его преимущества в ночной фотосъемке, но теперь мне интересно, так ли хорошо работает ночная видеосъемка, которую Samsung называет Nightography. Сейчас мы на студии звукозаписи, тут очень мало света, идеальная атмосфера для теста. Итак, беру свой новый S23 Ultra и включаю видеосъемку. И это далеко не все. С новым флагманом вы можете снимать в 4 и даже в 8К, а еще снимать в режиме 256 кадров в секунду. Тут есть крутые фичи типа профессионального режима, который позволит снимать в 120 кадрах в секунду, а затем замедлить ваше видео в 4 раза без потери яркости и четкости. И это я вам еще не показал 100-кратный зум, портретный режим и функцию Expert RAW. Galaxy S23 Ultra — это действительно потрясающий девайс как для любителей фотографий, так и для контент-мейкеров. Закажите свой по ссылке в описании под видео. Жақсы түсіндім. Сен енді өзің авторсың, өзің орындаушысың. Сенің шығармашылығыңда не болып жатыр қазір? Менің шығармашылығымда осыған дейін көп сұхбаттарды, көп емес енді. Көп сұхбат бермейсің? 3-4 сұхбатта айтқам. Негізі менің соңғы өмірімде көп уақытты мен осы лейблға, командаға, енді 20 шақты адам бар. Соған көңіл бөлдім. Али мен Орынхан 2 альбомнан шығардық.
Сонымен мен өзім еш нәрсе былай өзімнің шығармашылығыммен айналыстым деп айта алмаймын. Көбінесе сол жаққа. Қазір енді қолға алып жатырмын, өйткені сахнаны мен де сағынып келе жатырмын. Қазіргі осы уақыт барысында енді бұрынғы әндерімді барлығын ашып тыңдап қарап жатырмын, қайсысын қазір шығарсам болады. Өйткені менде 10 жылға алға кем дегенде 10 жылға әндерім жазылып қойған. Солардың жаңағы мәтіндерін жазып, толықтап бітіріп халыққа ұсынам деген ойларым бар. Бүгін жаңа әндерді тыңдасақ бола ма? Осы сен дайындап жүрген қазір. Иә, қазір студиядамыз. Жақсы, керемет. Осы үйде, мына біздің отырған бөлмеміз, осы жерде сіздер дыбыста жазасыздар, әрі музыканттармен репетициялар, дайындық өтеді. Дыбыстарды табамыз. Отбасың осында тұрады, өзің осында тұрасың? Барлығымыз осында. Керемет. Иә, сенің жұмыс істейтін орның осы студияда жазасың. Қазірде жаңа әндерді өңдеп жатсың, шығарайын деп жатқан. Бітіріп жатсың. Жұмыс жасап жатырмыз. Қазір Евгений екеуміз бірге жазамыз. Бұрын жалғыз жазатын. Қазір кішкене жұмыс барысы тезіректеу. Өйткені Евгений бізде кәсіби музыкант, білімі бар музыкант. Жалпы керемет адам. Евгениймен баяғыда осыдан бірнеше жыл болды, біраз болды, неде хард-роктың студиясында істегенде кездескенбіз. Саундlab'та жасаған. Саундlab'та, сол кезде таныстық. Білмеймін, оны есінде ме, есінде жоқ па. Қазір көрсетем, бұл эксклюзив айтпақшы Ғалымжан, жаңа ән көрсетпекші бізге. Бұл не ән айтып берсең, қашан жазылды, не туралы, неге бұл ән шығарам деп отырсың? Жалпы қазір алдыңғыда айтып кеткендей, әндер көп, бірақ осы көктем, жаз, жаңағы көңіл күйіне келеді деген, және өзімнің көңіл күйіме постпанк жаңағы синтезаторларды араластырып кішкене сондай нәрселерді жасап жатырмыз. Постпанкты барлық жақсы біледі. Ол The Cure, Smiths, бізде осы Совет одағының кезінде кино, группа кино, постпанк бағыты. Қалай айтылады ән? Мәтін әлі жазғам жоқ. Қазір музыкасын жазу үстіндеміз. Бір шама 70%-ын бітіріп қойдық. Дәл қазіргі уақытта өңдеу үстіндемін. Есіле ма? Жалпы постпанк элементтері, Tudor Cinema Club сияқты. Әртүрлі нәрселерді. Не туралы болады деп ойлайсың бұл ән? Бар ма сенде идея бар ма мәтінге? Мәтінге әзірге идея жоқ. Евгений жазады, Қазір мәтінге сол енді кірсем, әзірге осы жалпы аранжировкасын өңдеу үстіндемін. Сен мәтінге отырғанда бірден жазып тастайсың ба, әлде бастайсың, күтесің, шабыт, анау-мынау дегендей бірнеше... Әр кезде әртүрлі, кейде жарты сағаттың ішінде толықтай әнді жазып тастаймын. Кейде болады, таңға дейін отырамын, бірақ еш нәрсе шықпайды. Көңіл күйге байланысты деп ойлаймын енді. Осы аранжировканың көңіл күйімен, менің көңіл күйім сәйкес келіп қалатын уақыттар болады. Сол кезде тез болады. Кейде сол жол болып кетеді. Қызық, бұл әнді көктемде шығарам деп отырсың, иә? Көктем, жаз мезгілдеріне. Сен өшіріп қойдың ба, алып тастадың ба? Оны алып тастадым. Жақсы, онда егерде қазір айналдырып көрсеңіз болады, әлі идея жоқ дейді мәтінге, сізге сондай сауал қояйық. Бұл музыканы тыңдағанда
қандай тақырып, қандай сөз, қандай идея сізге келеді, сонымен комментарийде бөлісе кетіңіз мүмкін. Ғалымжанға бір көмегіңіз тиер. Шабыттанып, бірден жазып тастар мүмкін. Сондықтан қатысыңыздар. Жаңа жігіттерді айтып кеттік. Әли мен Орынхан осы соңғы жылдың ішінде, 2 жыл емес, 1 жылдың ішінде кәдімгідей енді бастап келе жатқан әнші музыканттардан кәдімгі ірі фестивальге қатысып жүрген, әрдайым қатысатын, қалыспайтын танымал, сондай танымал десем болатын шығар, өйткені қазір есімдерін айтсам, әндерін де көп жерден еститін болдым. Мысалы үшін жігіттер Ою фестке қатысты, Беу фестке қатысты, қателеспесем, иә. Ірі фестивальдар ғой, сондықтан айтып отырмыз. Сходим дегенде үлкен бір шара болды, оған да қатысты, маған боксын жіберген, есімдері бокстың үстінде, сондықтан қуанып қалдым. Рахмет. Иә, соған қарағанда жұмыс жақсы келе жатқан сияқты. Танымалдылық жағынан, иә? Қаржыны айтып кеттің енді. Иә, танымалдылық жағынан енді сен мені жақсы білесің, біз бұрыннан доспыз, бір-біріміз танимыз, жерлеспіз, көп ортақ нәрселеріміз бар. Менің жолым болып, осы 2013-те сен куә болдың. Бір түнде жұлдыз болдым, бірақ Орынхан мен Алиде ондай нәрсе болған жоқ, сол үшін ол ұзақ болады. Жалпы бұл инди бағытында әндерінің барлығы, қалай айтсам болады, жүректен шыққан, ауыл туралы, ана туралы, жалпы өзінің өмірі туралы. Сол себептен қазір балаларға да айтам, ынталарың жоғалмасын, көзден жанар кетпесін, өйткені ойламаңдар, біз қазір тез жұлдыз болып, үлкен ақша табамыз деп. Өйткені әрбір жаңадан шыққан артистің ойы сол. Сенде де ондай ой болды ғой? Иә, менде де ең басында 2 ән жаздырғам, ол кезде өзім ән жаза алмаймын. Жоқ, мәтіннің әнін жаза аламын, бірақ аранжировка жаса алмаймын. Тапсырыс беріп 2 ән жазып ойлағам, осы 2 әнмен мен жұлдыз болып кетем, байып кетем деп. Содан кейін түсіндім. Одан кейін сазгер болып көп жерлерде жұмыс жасадым. Бірақ сол сазгер болып көп жерлерде жұмыс жасап, тәжірибе алғанда қуандым. Сол кезде жұлдыз болып кетпегеніме рахмет деп. Себебі ол кезде жұлдыз болғанда не болар? Себебі тәжірибе жоқ, өйткені ол кезде маған тек қызық болғаны, жаңағы адамдар мені тыңдаса, мойындаса, ақша тапсам, тек ойлардың барлығы сондай болған. Қазіргі уақытта енді басқаша. Өнер жолы қиын жол дейсің ғой? Жақсы көрсең, қиын емес. Мен балалардың барлығын айтатын сол, егер сен шын мәнінде осы жасап жатқан нәрсеңді жақсы көрсең, ол ешқандай қиындық тудырмайды. Сонда дұрыс естіп тұрмай сені жігіттер алаңдап қалды ма қазір? Жоқ, ол әрбір артистің бір өзінің деңгейі көтерілген сайын, жан жағында адамдар жаңа көбейген сайын, ой өзгереді. Жаңағы сондай кейде өзіне жаңа нетіп қалады, алаңдап қалады. Сол кезде айтам, мысалы, бұл жанр ол жаңағы массаға, үлкен қоғамға арналмаған жанр. Мейнстрим емес. Иә. Сол себептен өзіңе алдама, өзіңе осындай нәрселерді күтпе деген нәрселерді. Өйткені өзін алдап, сол алдамшы нәрсеге сеніп қалған, ол жаман ғой болады. Жаңағы өзінің ынтасын, жұмысты құртады жалпы. Сол себептен адам өзінің кім екенін, қай жерде екенін мойындай білу керек. Сол нәрсені түсіндіруге тырысып жатырмыз. Қазір лейблдің ашылғанына 2 жылдай уақыт өтті, қателеспесем. 2 жыл, иә. 2 жылдай болып қалды ғой. Қандай басшысың сен? Сен өткені өзіңде біреумен жұмыс істеген, солай өскен, бөлек шыққан, қайтадан бастаған тұлғасың ғой. Өзің басшы ретінде қазір қалай екен? Өте қиын. Көп нәрсеге кезінде түсім Ерболатқа ренжігем. Ерболат менің ұстазым, оны мойындаймын. Ерболатсыз мен осы ғалымжан болмас едім. Бірақ қатты ұнамаған нәрселер, соларды мен кішкене өзгерттім деп ойлаймын.
бірақ мен қазір өзім ұстаз, жалпы продюсер ретінде жұмыс жасағаннан көп нәрсені түсіне бастадым. Осылай екен ғой деп. Осылай екен ғой, иә. Түсіндім. Қызық, өте қызық, бірақ мысал үшін біз отбасымызбен бұл бастамаңа қатты қуандық, және де кейін әндерді тыңдай бастағанда, сенің де, жігіттердің де, әрине. Сен онсыз да барсың ғой, бірақ Орынханда әлі де біздің плейлистімізге еніп кетті кәдімгідей. Жаңа саған айтып кеттім кадрдың сыртында, Ғалымжанға айтқан, ұлымыз Иса тек Орынханның ту-ту-ту әніне ғана ұйықтайтындығын осы бір 3-4 айға созылды сол стадия. Соны қоссақ, кешкісін ұйықтайды, қоспасақ жатпайтын енді. Сондықтан ол үшін де рахмет. Керемет, біздің қазір плейлисттеріміз керемет қазақ әндерінен толып жатқанына қатты қуанасың. Ол менің де бір арманымның, жұмысымның сондай бір мақсаты болған. Қазір кіріп қалсам, енді материал көп, өте көп. Мықты музыканттар да өте көп. Сосын сен өзіңді өзің хит TV'дан, одан кейін Гакку, сен барлығын танисың, білесің. Бұрын орындаушы көп болатын. Қазір авторлар өздері орындап жүр. Мен әрдайым айтатын, жалпы автор өзі орындағанда әнді толықтай жеткізе алады. Сол себептен қазір жастардың арасында авторлар көп, өзі орындайтын. Кімді айтсайшы, Қазбек Құрайышты, Таптым-ау сені деген әнді бірінші басқа біреуге жазып беріпті. Ол ән орындалды, өтпей қалды, ұмытылды. Кейін өзі орындағаннан кейін, ерекше болып шықты. Қандай анада. Таптым-ау сені. Керемет ән, иә. Керемет ән. Сондай көбейіп жатыр. Иә, сол үшін автордың өзін орындағаны жетпейді. Бөлек. Келсем. Өткенде сен неден көріп қалдым? Аэропорттан, әуежайдан көріп қалдым. Біз Таиландқа кетіп бара жатырмыз демалуға, сен отбасыңмен Үндістанға бара жатсың. Қалай барып келдіңдер? Керемет. Алғаш рет бардың ғой, Үндістанға? Жоқ. Сен болып па едің? Иә, осы екінші рет болды. Екінші рет. Бұл уақытта енді өзімнің жолдасыммен, қызыммен, кішкентай 1 жасар. Қызымның аты Теңіз. Теңізді теңізге алып бардық. Қандай күшті, теңіз деген қандай күшті естіледі. Өзің таптың, өзің қойдың. Иә. Таптың оны, теңіз бар ғой енді, әрине, бірақ Ғалымжанның ашқан теңізі. Иә. Теңізіммен сол теңізге барып, дем алып. Мен көбінесе ол жақта ұйқыны қандыруға тырыстым. Бұл жақта біз ұйықтамаймыз ғой. Жалпы шығармашылықтан бөлек тапсырыстар бар бізде. Евгений екеуміз көп нәрселер жасаймыз. Біздің жалпы осы Молданазар лейблдің жұмыстарынан тыс. Сол себептен жалпы өзің көп адамдарды танисың, студия жұмыс жасайтын, олар ұйықтамайды ғой. Ұйықтамайды. Иә, сол. Үндістанда ұйқыны қандырып қайттым. Теңізге ұнады ма? Теңіз рахаттанды, иә. Құмға аунап, құмда ойнап, оны қарап мен демалдым. Керемет болды. Енді көрермен білетін шығар, 2 ұлың да бар сенің? Иә. Бірақ қыз баланың әкесі болу ерекше, бөлек пе екен? Айырмашылық бар ма? Және де Теңіз туғанда сен нешедесің? Жасың нешеде болды? Осыдан 1 жыл бұрын? 33-те. 33-те. Айырмашылық бар ма? Айырмашылық бар, ұлдарымды қатты жақсы көрем. Әлі күнге дейін жаңағы еркелетіп неден. Бірақ енді 2 ұлымның арасы 1 жас қой. Теңіз бен кіші ұлымның арасы енді 10 жылдай уақыт. Енді әке болған адам түсінеді, кішкентай баланың қылығын сағыну. Енді бұл Теңіздің келгені маған кәдімгідей әсер етті. Рахаттанып жүрмін. Үйге асығасың, сағынасың. Басқаша енді, қыз бала басқаша. Араласасың ба сен, мысалы үшін, түнде оянып, ауыстыру, тамақтандыру деген нәрселерге? Әлде сен студиядадысың ба ол кезде? Жоқ, мен жолдасыма рахмет. Мен жұмыс жасап отқанда ешқандай нәрсемен мені қозғауға болмайды.
мен бос кезде әрине ол нәрсенің бәріне араласам. Көп адам ренжейді, мысалы телефонды көтермеймін. Өйткені шабыт келіп тұрғанда, аранжировка жазып жатқанда, мысалы бір дыбысты ұзақ іздеп жеткізем деп отырған кезде бөліп жібереді, одан кейін сен оны істей алмайсың. Мен ең жақындарым білет ол туралы. Мен егер телефонды көтермесем, түсінеді. Сол үшін жолдасыма рахмет, түсінеді ол нәрсені. Мені араластырмайды. Жоқ, айтып отырған өте дұрыс, өйткені біз қолымызда мықты смартфондарымыз бар, бірақ олардың бұл мәдениеттің бір кері әсері шығар, бір нәрсені өткізіп жібереміз деп қатты қорқатын болу, және бірден жауап беруге тырысамыз. Кейде жұмыс барысында өте үлкен кедергі. Шынымен солай. Мен негізі көп сол үшін ғаламтор желісінде отырмаймын. Соның тұтқыны болып кетпегенге о бастан өзіме сондай не қойғам. Қағида қойғам. Сол үшін жұмыс істегенде мен төңкеріп тастаймын. Ұялы телефонды барлығын сөйтіп жұмыс жасаймын. Мен ол енді бір жағынан мен 23-25 жастағы кездегі жұмыс істегенмен қазіргі кездегі өте айырмашылық көп арасында. Қандай айырмашылық? Ол бұрын мен мысалы бір тәулікте 3 ән жазып тастай алатын. Шабыт тоқтамайды. Қазіргі уақытта әрбір күнің бірдей ғой. Қасында 20 адам жұмыс істейтін бала-шағаң. Енді барлығын не жүргеннен кейін ойыңда енді шындықты айтқанда жаңағыдай романтика, шабыт жетіспейді. Сол үшін келіп тұрған шабыт кезінде егер біреу бұзып жіберсе, қатты ашуланамын. Ұрсасың ба? Әкелерін танытып. Түсіндім. Тағы бір ән бар, бізде? Бұл да сол постпанк жанрында. Жалпы постпанк деген не ғой? Көңілсіз билейтін әндер. Күшті, стилистикасы өте күшті. Постпанк әрдайым жақсы көрем, өйткені көңілсіз нәрсені бәрін жақсы көрем. Әндерді. Сол үшін постпанк әрдайым жақын болған. Мен бұрында да постпанктың элементтерін қосқам. Синтвейв нәрселер әндерге, кейбір поп-рок әндерге элементтерін қосып жіберемін. Білетін адамдар түсініп жатады. Жоқ, бірақ бұл екі әнмен размер өзгеше шамалы, басқаша бұндай размерде айтпаған сияқтысың. Бірақ келтірдің сен өз манераңды бұған, бірақ соның өзінде өзің айтқандай билеуге де болады, Ғалымжанның мұңайып отырғанын да тыңдауға болады. Сөздер мұңды болады, бірақ мелодияны жаңа сен айтып отырғанда ағылшынша айтқандай болып естіледі. Ол әдет па? Баяғыдан қалған? Мен бұрыннан осылай аранжировка жазам, одан кейін осылай орыста айтады ғой, птичий пение деп. Птичий язык. Солай мелодиясын көбісі солай жасайды.
мелодиясын жазамын, одан кейін мәтін жазамын. Кейін оларға дыбыстарына келтіруге тырысасың ба? Мәтін жазғанда? Деген жерге сонда сөйтіп таңдайсың, иә? Ол басты заңдылық мәтін жазғанда. Егер оған келмесе, әннің көңіл-күйі бұзылып кетеді. Сол үшін көп деген артистер, ақын жазушыларға тапсырыс бергенде келмейді жаңағы әніне, айтылуына. Ашық дыбыстар, жабық дыбыстар, соның барлығын игеру керек. Сол себептен кезінде мен бірінші осы мәтін жазу арқылы атым шықты ғой мен. Көп деген артистерге осы мәтін жаздым. Сол кезде ең жаңағы бізде қазақтар R&B деп өздері атап алған. Сол поп R&B бағыты дамыды сол кезде. Есімде. Иә, сол кезде көбісі маған келетін. Өйткені үлкен жаңағы тәжірибемен керемет ақындар, сол жаңағы ескі мектеп, ол соған қиналып қалды. Сол кезде фоны семантикасына қазақ тілін келтіре алмайды, сол кезде менің уақытым келді, менің сәтім түсті. Сол кезде көп деген артистерге осы қазақ тілінде мәтіндер жаздым. Бұл әннің мәтініне кірістің бе, әлі кіріспедің бе? Мәтініне қазіргі уақытта жұмыс жасап жатырмын. Бұнда не туралы болатыны әлі білмейміз. Көңілсіз нәрселер болады. Жалпы постпанктың бағыты сондай ғой. Музыкасына билеуге болады, бірақ сөздер ауыр болады. Түсіндім. Бұл да осы жақын арада шығу керек, негізі? Иә, осы постпанк бағытын халыққа ұсынғым келеді. Бұл екі ән үлкен бір альбомның немесе бір EP-дің бөлігі бола ма, әлде бөлек шығара бересің ба? Жоқ, енді бастаған орындаушыларға ол жақсы, жаңағы өзінің альбомы бар екен, EP бар екен деген нәрсе. Қазір альбом деген нәрсе көбінесе пайдасы жоқ сияқты. Өйткені мағлұматтар өте көп, адамдар үйреніп қалған, егер басы ұнамаса бүйтіп өткізіп жібере салады. Ұсыныс тым көп болып кетті. Өте көп. Содан кейін егер бір әннен жіберсең, адам ортасына дейін тыңдайды. Ұнамағанның өзінде. Сіз оларды жаңағы тыңдарманға 5 және 5-тен көп ән ұсынған кезде олар басы ұнамаса өткізіп жібереді. Қызық, өте қызық. Жалпы есіңде ғой, бұрын сүйікті группалардың жаңағы альбом шықса, достармен жиналып, ана дискті бүйтіп. Жоқ, кассеттің өзін аламыз деп кезектесіп, бүгін сен аласың, ертең мен алам деп тыңдайтын едік. Отырыс жасап, соны тыңдап, жабысып магнитофонға. Құны бар еді ол кезде. Қазір сол себептен альбомге кейде 3 ай, жарты жыл уақыт құртасың. Бірақ жаңағыдай көзқарас сондай да, жалпы өзінің сол еңбектің өзін бағалау жетпей қалады бағалауға. Сол үшін ән біртіндеп шығарған дұрыс деп ойлаймын. Шабыт жұмыс деп кеттік. Соңғы шыққан бейнебаяндардың бірі Көгершін. Өте керемет туынды. Рахмет. Бағана да айтып кеттім, саған бірінші рет көргенде шынымен көзімнен жас ақты. Өйткені жүрекке жетті кәдімгідей. Сондай бір пәк, сондай таза, сондай ашық, керемет, ішіндегі айтайын деген ойларыңда кәдімгідей жүрекке жетеді. Құттықтаймын. Рахмет. Енді мен екі себептен жыладым. Бірінші себебім ол сол жаңағы месседждің маған жеткені, екіншіден неге аз қарап жатыр деп кәдімгідей
ашуландым, мен неге осындай керемет жұмыстарды көп көрмейді деп. Бірақ бүгін кеше дайындық барысында тағы кірсем, әп-әдемі керемет қаралым жинап жатыр екен. Оның бірден бір себебі бұл бейнебаянның халықаралық аренаға шығуы, қателеспесем, сіздер бұл бейнебаянды халықаралық фестивальге жібердіңіз, бір емес, бір талай 37 рет мемлекеттік фестивальдердің жеңімпазы аталып. 37 рет ең мықты музыкалық видео деген категорияда. Оның үстіне 17 рет фестивальдің ресми бағдарламасына кірген халықаралық. Сол себептен әлі де жақсы жаңалықтар алда күтіп қалуы мүмкін. Қандай жаңалық? Жалпы ол фестивальдар біткен жоқ қой. Әлі өтіп жатыр. Өтуде жаңағы біз көп қазіргі алда болатын фестивальдерден уже өтіп тұрмыз. Жақын арада бізге жаңалықтар болады әлі. Продюсерің Мария маған айтқан бағана, әлі 37 фестивальден жауап күтіп отырмыз деп. Мария Мун және Малик Зингердің жұмысы, және мен, бірақ бейнебаянға араласқан жоқпын. Бұрынғыдай. Маликке бостандық бердің? Бостандық ол өзің ғана да Малик жасады. Содан кейін көгершінде. Ең мықты жұмыстардың екеуі. Демек, мен оған кедергі болып жүрекпін. Сол себептен енді Маликтің несі ғой, қалай айтсам болады. Еңбегі, көзқарасы, жан дүниесі. Қызық болды. Мен жалпы бірінші рет 2016 жылы біз Малик екеуміз отырып осыны ойластырып жазғанбыз. Осы идеяны? Көгершіннің идеясы? 2016 жылы. Сол түсіреміз деп жүріп, қаражат таба алмадық ол кезде. Ол кезде мен өзім ондай ақша табам деп айта алмаймын. Сөйтіп, жалпы осы ойымыз, идеямыз сандықта қалып кетті. Кейін аяқ астынан маған Малик звондап, есіңде ме, осыған мен қазір раскадровка жасап жатырмын, ән жазу керек. Бірінші раскадровка жасалды, хрон жасалды, содан кейін ән жазылды астына. Бірінші бейнебаян туды, одан кейін ән. Керісінше. Менде бірінші сондай тәжірибе болды. Бейнебаянның астына музыка жазу. Кино сияқты, иә? Киноға скор жазасың ба, сол сияқты? Кинода менде тәжірибе бар. Иә. Шамамен 5-6 киноны жаздым осы уақытқа дейін. Сонда дұрыс түсінсем, о басында бұл идеяны Маликпен бірге шығардыңыздар, бірге жаздыңдар. Неге бұндай ой, неге бұндай идея? Жалпы нақты идеяның авторы ол Малик. Осы жаңа кішкентай балалардың жаңағы картоннан жасалған, қағаздан жасалған нәрселермен. Ол кезде 2016 жылы ондай толық емес, жалпы бізге көрінісі осы кішкентай балалардың, соған қызыққанбыз. Кейін Малик толықтырып, оны бітіріп, сөйтіп жұмыс басталып кетті. Бірден қабылдадың ба бейнебаянды көргеннен кейін? Сен көп араласасың ғой процесске, монтажға? Соңында араластым. Соңында адамдарға кинотеатрда ұсынуларында біз алдында қарадық. Интершум деген бар ғой, спецэффекті да, сондай нәрсені өте көп болып кеткен. Сонымен Малик екеуміз тура көрсетердің алдында айқайласып, орысып, ән қылмаған. Ана жерде Малик Зингер айқайлап қатты кетіп қалған. Сонымен соны екеуміз орысып отырып, қайтадан сөйттіңіздер, иә, жаңағы азайтып, ән естілмей қалған ана жерде. Тек сол жерде ғана соңында.
солай кішкене санастық. Былай ешқандай араласқан жоқ. Жоқ, жұмыс процесі. Иә, команда Малик, Мария өздері басынан аяғына дейін жасап шықты. Балаларға көп рахмет. Керемет. Иә, мен айта кетейін, көрермен үшін бүгінгі таңда бұл бейнебаян көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде өтіп, көріп, мен тіпті сілтемесін осы шығарылымның астында қойып беремін сіздерге, ыңғайлы болсын деп көріп, бағаңызды беріңіз, бірақ соңына дейін қараңыз, өйткені өте керемет туынды бүгінгі таңда бұл туындыны фестиваль арқылы бүкіл әлемге көрсетіп жатыр. Оның арасында Лос-Анджелес, Сиэтл, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мадрид, Милан, Прага, Берлин, Мумбай деген қалалар көріп жатыр. Сіздер әлі көрмедіңіздер. Сондықтан өтіп қараңыздар және де міндетті түрде осы керемет ұжымды қолдап жіберіңіздер. Бұндай күнде бола бермейді. Біздің бейнебаяндарымыздың арасынан бұл алғашқы осындай жетістік, қателеспесем. Әлі осындай бір 37 фестиваль, осыншама бас жүлде деген нәрсені әлі естіген емеспін мен. Бұрын ол туралы ойланып та көрмеппіз біз. Иә, қатысуға болады екен, көрсетуге болады екен. Өзің ғана шыққанда, осылай істегенде, осы стратегияны қолданғанда қалай болар еді, мысалы үшін? Қазір сол енді үйреніп жатырмыз. Тамаша. Жай. Мен білмедім ғой, бұл жаңа айтып кеттің, бұл туындының сценарийі 16-шы жылы жазылған. Мен көргенде білмеймін неге екен. Мен Украина түрткі болды ма деп ойлап қалдым. Соғыс түрткі болды ма деп ойлап қалдым. Көбісі солай сұрақтар қойылды журналистер тарабынан. Жалпы деген, соғыс деген ол жалпы жер шарында біткен жоқ қой әлі. Әр жерде болып жатыр. Ол бізге көрші елдерде басталғанда біз сезініп жатырмыз. Негізінде соғыс деген әлемнің түп жерінде болып жатыр. Қасымызға жақындағанда сезіндік. Сол біз Малик екеуміз көп сөйлесеміз, сен білесің, біз жақын доспыз. Егер әлемнің қай бір түбінде бірдеңке болып жатса алаңдайсың. Жалпы көп жерде екеуміз жақсы келеді. Сол үшін анда-санда бірге бірдеңке жасағанда жақсы шығады. Қиын болса да. Талай жұмыстарың бар ғой бірге жасаған. Біраз болды жұмыс істеп жүргендеріңе, және де басынан күнге дейін, иә. Так что, Маль, нервің мықты сен, десең. Қалжың. Жаңа балаларың жайлы айтып кеттік, 3 баланың әкесі. Мен енді бастап келе жатырмын ғой, сондықтан былай сұхбаттасқанда балалар бар қонақтарымнан сұраймын. Мысалы үшін қазақ тілінен келетін болсақ, бізде үлкен бір сұрақ бар, бізді мазалайтын. Иса қазір мультфильм көретін болды, жайменде күніне бір 15 минут көреді, одан артық бермейміз, бірақ оның өзінде қазақша бір керемет, сапалы дүние табу деген, қандай қиын. Бұрын ойламайтын едім ондайды. Сен ұлдарың қазақша сөйлейді ғой, байқадым. Сөйлеп келе жатыр, иә. Сен қай әдісті қолдандың, ол үшін не істедің? Қазақ тіліне қарай қалай оларды тарттың десем? Шынымды айтсам, бір-екі сұхбатта айтқанмын. Жалпы менің 2 ұлымның анасы жартылай украиндық. Сол себептен енді ана тілімен сөйлейді ғой, қайбір бала болсын. Ұлдарым жалпы орысша сөйлеп өсті. Қазір жақсы қазақ мектебін тауып, сол қазақ мектебінің арқасында, енді мен барша үйге келгенде қазақша сөйлесем. Мектепте, бірақ мектептің арқасында көп түзелді. Сол мен тек сол үйге келгенде қазақша сөйлесем. Мектеппен жолымыз болды. Қазір ынтасын оятты, қызығушылығын оятты. Айнұрмен қалай қазір? Айнұр қазақша сөйлеме олармен? Қазақша сөйлейді, қазір қазақша сөйлейді. Керемет. Сонда, теңіздің шансы көбірек дейсің ғой? О басынан. Қазақша сөйлеуге. Жақсы. Өйткені мен кейбір
сұхбаттарыңды да сенің көрдім, байқадым. Сенде орыс тілінде бере бастадың, о басында тек қазақша болған. Замандасты көрдім, замандас толықтай орыс тілінде өтті, иә, мысалы. Өйткені Қанат досым қазақша қиналғаннан кейін. Қазір бастап кетті айтпақшы. Иә, қазір үйреніп бастап кетті. Жақында да осы қазақ тілі туралы сұхбаттар болды. Енді барлығымыз білеміз оны. Мәселені барлығымыз білеміз, түсінеміз. Иә, оны айтамыз. Сол үшін Қанат сияқты жалпы өнер адамдары көп нәрсе, жақсы нәрселер жасап жатыр. Пайдасын тигізіп жатыр қазақ тіліне. Бірақ қолдау көрсету керек сонда да. Мен өткенде айтып кеткендей, енді ән арқылы көбінесе жасөспірімдер, олар жаңағы мектеп қабырғасында жүргендер, оларға әсер етіп жатыр. Мына сен сияқты, мен сияқты бір жастағы жаңағы кішігірім бөпелер адамдарға жақсы мультфильмдер жетіспейді. Сапасы жақсы мультфильмдер жетіспейді. Сол себептен жақындағы сол сұхбатта айтып кеткен, бізде көп жерде тендер деген нәрсе жаңағы алып, сосын ең сапасы мамандарды, енді бастап келатқан адамдарды командаға алып алады да, сөйтіп бір шала нәрсені дүниеге жасап шығарады. Соны ұлттық каналдардан, телеканалдардан көрсетеді, ұялмай. Арғы түбінде ешқандай ұят болмай тұр да көрсетуге. Сол үшін мен ұят болмай тұр деп айта аламын, өйткені мен әкемін. Өйткені оған жаным ашиды. Менің ұлдарым, қыздарым көбінесе жалпы мынау визуальный деп айтамыз ғой, енді сапа жағынан көбінесе жаңағы Netflix-те, Disney-дің нәрселеріне қызығады. Оны алдай алмайсың, ол кішкентай балаға. Өте көз тартымды, жарқын сондай. Негізі қазіргі уақытта техникалық жағынан бәрі бар бізде. Барлығы бар, ол өтірік әңгіме, ананы сылтау қылады. Тек сазгер қылып, мысалы біздің лейблді алсын, біз қандай қылып жасап береміз. Бірақ оған ақша құртқысы келмейді ғой. Бір азғандай бір ақшаға енді бастап келатқан біреуді алып алады. Бар жағынан. Тек музыка жағынан бе? Жоқ, музыка жағынан да ол рас. Мен ұлыма қошақанды қойып берейін десем ютубтан, бір дені дұрыс версия таппадым ғой. Кәдімгідей құлаққа дұрыс естілетін, баурап алатын, тартымды болатын. Барлығы аранжировкасы өлген. Дауыс жазуы, дауыс таңдауы тіпті балаға өтетін нәрсе емес та ана. Сол негіз бір Жүргеновте оқып жүрген кезінде мен арман болған. Менің жаңағы Мейірман деген досым бар, ол жаңағы неде оқыған, анимация, комикс. Сол жаңағы қазақ батырларын өте керемет салатын. Ешқандай қазақтың иісін, нақышын құртпай, бірақ қарағанда суреттерді, жапондық комикстерді көргендей боласың. Рахат аласың. Эстетикадан қалай салынған, жаңағы аттың үстіндегі жаңағы шайқасты бір керемет бере алады, адам қызықтырып жүреді. Сол кезде сондай бір арман болған, осы қазақ ертегілерін, қазақ жалпы әңгіме дастандарын комикс жасасам деген. Қазіргі уақытта енді шамам жетеді деп ойлаймын. Сол өз күшіммен жасап шығарым келіп тұр. Сол әлі ой мазалайды, қазақша комикс жасау. Қашан кірсесің? Ертегілерінен қазақтың жаңағыдай керемет суретшіні алып. Өйткені кішкентай балалардың барлығы бірінші көзбен контакт жасайды ғой. Әрине. Негізі баланың тәрбиесі сол бір жастан жетпей сол кезден тәрбиеленеді ғой. Сол жаққа көңіл бөлу керек негізі барлығымызға. Күтеміз. Қашан кірсем деп отырсың комикске? Ондай жоспар бар ма? Жоспар сол мен уже 10 жыл болды ол жоспар келатқанда. Оған дейін сосын сұрап тұрмын ғой. Оған дейін менің ақшам болған жоқ. Қазір уақытым болмай жатыр. Бірақ әлі де жасаймын. Мүмкін достарыммен бірігіп жасаймын. Өткені бізде ауыз әдебиеті бар ғой. Кітапқа шықпаған.
сол әр облыстың әр жаңағы төңіректің өзінің ауыз әдебиетін жаңағы ертегілерін аңыздарын жазып мүмкін сол жаңағы сондай тур жасағым арманым бар. Керемет. Біреу естіп қалып қолдаймын десе хабарласуға бола ма? Әрине. Біреулер біз осыған қаржы құюға дайынбыз десе. Өйткені шын мәнінде әке ретінде жаным ашиды. Иә. Балаларға ол керек. Қызықсаңыздар, мүмкіндік болса, қаржы болса, және де сіздің де бұл әңгіме жүрегіңізге жетіп жатса, Ғалымжанмен хабарласыңыздар. Ол және ондай как анимация мультфильм сияқты қымбат нәрсе емес қой. Иә. Басылым ол, иә. Басылымдар ондай қатты қымбат нәрсе емес, тек ең бастысы сол маған ауыз әдебиеті қызық болып тұр. Біздің жаңағы классикалық ертегілеріміз бар, оны бәрі біледі, бірақ біз білеміз. Иә. Бізден кейін ұрпақтар оларды білмейді. Оларды жеткізу, одан кейін жаңағы әр төңіректі аралап, ауыз әдебиетін, ертегілерін қағазға түсіріп, оны кейін комикс қылып шығару. Күшті болар еді. Керемет болар еді. Үміт бердің, үміттенеміз, күтеміз. Жасау керек. Жасау керек, шынымен. Көмек керек болса, хабарлас, міндетті түрде. Мультфильм деп кеттік, және де кино әлеміне оралсақ, өткен алдында сен маған айтып кеттің кадрдың сыртында. Алғаш рет киноға түстің. Иә, актер ретінде. Өткен мен байқап қалдым, жаңағы айтқан Айран каналына берген сұхбатыңда сен сап-сары болсын. Мұрт сақалың сары, шашың сары. Мынау не болды? Не клип түсіріп жатыр деп ойладым ғой мен. Сөйтсем ол бейнебаян емес, кинодағы ролің екен. Толық кино, иә. Жалпы сен айтып кеткен ту-ту-ту бейнебаян режиссері өзім болдым. Сол кезде жаңағы алып күшті адамның рөлін мен досым ойнаған. Данияр. Сол Данияр осы қазіргі мен түскен киноның режиссері. Сөйтіп, ол маған... Мен саған көмектестім. Иә. Мен сенің киноңа түстім, сен енді менің кинома түстім. Досым жігітше, ол маған айтты, сен ойнауың керек, қарызыңды қайтар деді. Бұл не кино? Фильм не жайлы? Енді экшн. Көп нәрсе айта алмаймын, өйткені мен қазір дұрыс емес деп ойлаймын. Өзімнің жоспары бар, ол фильмдер туралы. Спойлер болмасын. Сөйтіп, ролинг туралы айтсаң. Енді кейіпкер туралы көп айтпай қой, бірақ қалай дайындалдың, қиын болды ма, қызық болды ма? Қызық болды, бірақ жалпы камера алдында мен әрдайым қысыламын. Сол үшін көп бейнебаяндарында ол Маликке де ұнайды, мен айтамын, мен өзім түспей қойын. Кәсіби актер ойнасыншы, өйткені мен өзім дұрыс ойнай алмаймын да, оны түсінемін. Соған қарамастан киноға келістім. Киноға, иә, келістім. Сөйтіп, білмеймін қалай шыққан. Бірақ кейбір жерлерде рахат алдым, ләззат алдым, жаңа процесстен түсірілім барысында. Қызық нәрселер болды. Жалпы өзім Мылқау адамды ойнадым, Мылқауша үйреніп алдым. Кішкене сол диалогтарымды дайындалдым. Бір нәрсе айтып бере аласың ба? 4 қана күн болды маған сол диалогтарды үйренуге. Есіңде бар ма? Бір нәрсе айта аласың ба? Не болды? Есіме шығып кетті. Көп нәрселер. Кілең бұғауыздар ол жерде. Онда неге оңай үйренгенімді түсіндім десек. Сол үшін бұғауыз емес нәрсені табуға есіме түсіре алмай тұрмын. Жақсы, картина қашан шығады? Жалпы осы жыл шығады. Осы жыл шығу керек. Дебют. Құтты болсын. Рахмет. Керемет. Оған да барып көреміз, міндетті түрде қолдаймыз. Сен санап көрдің бе? Сенде архивтарды қанша шықпаған ән жатыр? 100, 200, 1000? 100 шақты. 100 шақты ән әлі шықпаған. Санаған жоқ, бірақ 100-ге жақындайтын наброскалар. Оларды әлі бітіру керек, жазу керек, мәтін бар, аранжировка деген. Жоқ, көбісі жағы шарықтау шегіне жақын. Окей. Так, тағы бір ән көрсетем дедің, е? Бұл ән туралы айтып кетсең. Бұл не ән? Бұл ән поп, синт-поп.
Бұл мәтінмен біткен ән бе, әлде бұл да әлі Бұл дамып келе жатыр ма? жерде 90% жасалған деп айтсам болады. Так, көрейік. Аты бар ма? Аты жоқ. Көріскенше енді кеттім мен де, тек қош бол деме, я солай. Мүмкін енді әлі ерте, үміт үзбе, дәл солай. Артқа тартпа әлі ерте, жолды кеспе, жоқ деме. Bir görgende göz aldamşı, oylansangşı, çok demir. Tamam, söylüyor kızım. İşte. Өзіңе ұқсамайды. Даусың шамалы. Иә. Көріскенше енді кеттім мен. Әдейі істедің. Әдейі, иә. Эксперимент жасап. Мүмкін енді әлі ерте. Әдемі. Сол поп, электроника. Иә. Осы бітуге жақын. Вау. Жаңа материал мықты. Рахмет. Мықты. Иә. Енді көрермен талайтын болады. Қашан шығарасыз деп бұл әндерді. Мүмкін мына әнді жақында шығарып жіберем, өйткені бітіп тұр. Иә, жақындап қалды, дайын болып пісіп қалды. Рахмет Ғалымжан. Рахмет, қатты бағалаймын. Ешкімге көрсетпеген осы әндеріңді бізге, көрерменге көрсеткенің үшін алғашқы болып біз тыңдадық. Енді саған көбірек шабыт тілейміз. Бітіріп тастауға, бізге ұсынуға. Жақында Молданазар оралады. У нас сұрақ әлі мазалап жүрмін. Мен алдында саған оны қойғанмын. Бірақ осы бүгін тағы бір қонақтарыммен сұхбат түсіргенмін. Олар мені сұрайды, тағы бір нәрсе түсіресіз ба бүгін деп. Иә, Ғалымжан мен сұхбат түсіремін дегесін. Олар осы Ғалымжан бізге қатты ұнайды, бірақ бір әрдайым мұңайып жүретін сияқты, депрессияда жүретін сияқты деп ойлайды. Нұржан Еркінұлымен 21 жыл болған сұхбатта ол туралы айтқансың. Осындай менде период болған. Одан шығуға маған жігіттер, лейбл көмектесті, жұмыс көмектесті деп. Қазір қалай? Іштей, қалай сезінесің? Қазір жақсы. Шындықты айтқанда бақытты әкемін, бақытты продюсермін, өйткені бірақ өзімді артист ретінде жоғалтып алдым деп айта аламын. Өйткені назардың барлығы ана жаққа кетті. Мен еш нәрсені кінәлап жатқаным жоқ, бірақ ол ашық шындық. Сазгер болу үшін өмірің сенің әртүрлі болу керек. Сенің өміріңде көптеген нәрселер болу керек, жақсы нәрсе жазу үшін. Менде қанша жыл болды, енді бала-шаға, отбасым шүкір, ризамын, бәрі керемет. Әке ретінде, жолдас ретінде, продюсер ретінде, командам. Бірақ егер мен сазгер ретінде айтатын болсам, үш нәрсе болып жатқан жоқ. Ана іштей дыдыдыш дейтін нәрсе ма? Иә. Негізі қарын тоқ. Иә. Барлығы бар. Бұрында мен саған айтқанмын, білесің, оны кезінде академиядан шығып кеткенде мен 2 айдай далада қонып сөйтіп жүрген. Бірақ керемет сезімдер болатын. Армандап, неше түрлі нәрсе көресің, неше түрлі эмоциялар көресің. Соның барлығы әсер етеді ән жазғанға. Қазір уақытта көп нәрсе бола бермейді. Әр күнім бір күнге ұқсас. Сол себептен деп ойлаймын. Негізі барлық сазгердің тығырыққа тығылатын жері сол деп ойлаймын. Бірақ бір жағынан бұл да бір өмірдің заңы? Иә, өмірдің заңы, ол шындықты айтқанда сен екеуін біреуін таңдауың керек қой. Иә, ол да бар. Сол үшін мен енді жолдасымды, бала-шағамды ренжітіп аламын деп ойламаймын, өйткені олар біледі, мен оларды жақсы көремін.
мен оларды сыйлаймын. Істеп жатқанда олар үшін. Иә, сазгерлердің жалпы жол сондай. Сен екеуін бір күн таңдауың керек. Сен отбасын таңдадың. Солай болып тұр ма? Музыка ренжіп жүр ма саған? Иә, музыка маған ренжіп жүр. Ал сен шабытқа келетін болсақ, өзің оны андай қалай айтамын, искусствен деген нәрсе, өзің оны еш қалай бір әсер ете алмайсың оның пайда болуына. Пайда болуына жалпы көп бұрынғы әндерім сөздерін білет менің тыңдармандарым ауыр болатын, жаңағы салмағы ауыр, ол тура сол басымнан өткен нәрселерді жазатын. Қазіргі кезде ойдан шығару керек болады да көп нәрсені. Мұңаймасай сондай, ондай болса, енді бақытты әке болсаң, керек барлық жақсы болса, неге сондай көңіл күй туралы жазбасқа? Әлде шықпай ма? Жоқ, шығады, оны бір рет жазасын болды ғой сонымен. Айтып тұрмын ғой, бір күнің бір күнге ұқсас. Жалпы көп сазгерлер оны айтуға аузы бармайды енді. Өйткені қалай айтасың енді, бала шағаң бар, шүкір, жаңағы отбасың, бәрімізге, әрбір еркекке ол ең маңызды нәрсе. Бірақ сазгер ретінде көбісі осы нәрседен негізі қарны тоқ, жатар оның жылы, қасында сені жақсы көретін бала шағаң бәрі қасында. Ізденістің қажетте жоқ сияқты. Иә, сол нәрселермен адам тойық болады. Менің түсінігім бойынша солай. Менің ойымша көптеген сазгерлер осы нәрседен сүрінеді. Сүрінеді деп айтылғанда тоже тоқталады. Иә, таусылады. Таусылады. Жаңа басында айтып кеттім әңгімеміздің. Мен алдында жазған әндерімді қазір қайта көтеріп, өңдеп шығарайын деп жатырмын. Олардың арасында өзіңе қатты ұнайтын, көңілден шығатын әндер бар ма? Өйткені ол кезде сен оларды шығармадың. Бірақ сөздері, мәтіндер жазылмаған. Көбінесе жаңағы аранжировка, жаңағы әндері, барлығы дайын. Соларды шығарасың? Соларды шығарам. Соңғы рет жаңа жазған әндеріңнен қайсысы қатты ұнады? Осы соңғы кәдімгідей көңілден шыққан. Архивтен емес, бірақ осы жақын арада отырып жазған. Шығып қойған әндерден бәлде? Иә. Махаббатым соңғы емес, ескіріп бара жатса да, махаббатым әнмен мақтанам. Өйткені ертең мен сахнадан кетсем де, ол әнді айтып жүретініне сенімдім. Ол арнау ма? Махаббатым? Біреуге арнау ма? Әлде? Түсіндім. Жоқ, кейде болады ғой, абстракция деген нәрсе. Бұл сезімде жүрген кезде. Жалпы менде сол барлық әндерім көбісі арнау. Осы абстракция деген нәрсе менде қиын. Өйткені өзіңді алдап отырасың, ойдан шығарып. Ұнамайды сол нәрсе. Түсіндім. Музыка туралы сенімен анализ жасағым келіп отыр. Біз осы бірнеше толқынды көрдік. Жаңа айтып кеттік қой, мен 13-тен бастап хит-тв істедім, одан кейін гәкку дәуірі басталды. Мен хит-тв істеп жүрген кезімде барлығы орысша, қазақша деген тренд енді бас көтеріп жатқан кез. Гәкку ашылғалы, кәдімгідей бір үлкен толқын пайда болды, үлкен бір сондай площадка пайда болды, әсіресе жас талантты музыканттарға. Қазір гәккудің де дәуірі кетіп қалған сияқты, өкінішті болса да, өйткені менің де бір септігім бар, оны да айту керек, айта білу керек. Андеграундтың бір үлкен толқыны болды, қазақ тілінде, хип-хоптың. Қазір не болып жатыр? Өткен бір кездері тағы да біздің қазақтар өте көп орысша айтып кетті. Орыс лейблдеріне жазылып, көшіп, кетіп бара жатты. Қазір оралған секілді. Енді көбісі, барлығы болмаса да. Қазір не болып жатыр сенің ойынша? Қазір не заман музыкаға қарайтын болсақ, музыка туралы айтатын болсақ? Жағы коммерция деген әр уақытта болды, қандай да уақыт болмасын, не болып жатса да коммерция. Қазір сол трэп, хип-хоп араласқан неше түрлі сол. Мейнстрим болып кетті, ол поп болып кетті кәдімгідей. Сонымен барлығы араласып жатыр, айналысып жатыр.
Неге орысша? Өйткені орысша жазсаң ақша табысың көп. Өйткені тек Қазақстан, Ресей емес, бүкіл СНГ аумағында тыңдалады, стримдерден жақсы ақша табылады. Сол себептен бізде көбісі орысша, осы хип-хоп айналасында жазады. Ертеңіне болады, келешек қандай музыкада деген ойлар бар ма сенде? Қалай ойлайсың? Қайда барамыз ары қарай? Жалпы мен бұл туралы ойланбаймын. Ол туралы сол үшін балаларға да айтамын. Мысалы, Орынхан мен Әлимен қатты жақсы көремін. Өнерлеріне бас иемін. Бірақ оларда сұрақ болады, біз осылай жүре береміз ба деген. Өтке қызығады, жаңағы хип-хопта жүріп, анау стадион жинап, оған қызығады. Мен айтамын, жоқ, бір жағынан дұрыс қой. Артистің арманы ғой, арманы сондай болу керек, талпынысы. Бірақ мен өз кезінде шыққанда мен түсіндім, менде ондай болмайтын. Мен оған дайын болдым. Менде әлі күнге дейін ондай стадион жинаймын деп айта алмаймын. Соны адам обасынан өзінің кім екенін анықтап алу керек. Сол кезде жеңіл болады. Жұмыс жасауға, өмір сүруге, қабылдау керек. Өтірік иллюзияның ішінде өмір жүрсең, ол жаның әр кезде қиналады. Сол үшін осы жақында да балаларға қайталап айттым. Сен өзіңді шатастырма басқа нәрсемен. Өйткені егер армандап, жаңағы иллюзияда жүрсең, ол болмайды. Басқа нәрселеріңді жоғалтып аласың құрбасқа. Болмаса ашық түрде сен сол бағытпен айналыс. Әніңді сол бағытта жаз. Шынайы бол дейсің ғой. Шынайы бол, ақша табу үшін бірдеңке сатуың керек. Сен өзіңді сат. Ол үшін сен өзің жүрегіңді сат, жаңағы ой өрсің, барлығын сат жіберді, ақша тауып жүреді. Талантыңды. Тек солай. Мысалы, сенің керемет ағайынды Дәрумен сияқты, мысалы, Әлидің бәрі жақсы болады деген көп адам білем, маған кеп айтады, оянғаннан соны қойып, оянамыз дейді. Ол керемет дүниеде, ол ақшаға сатып ала алмайтын дүниелер, бірақ әр уақытта ол ақша керек нәрсе. Қазіргі балалардың сондай нәрседен өтіп жатыр. Сол үшін артистке түсіну керек. Мен мысалы кейбір артистерді коммерцияға жасайды, бірақ мойындайды. Мен сол үшін жасап жатырмын. Ол етіп жасырып, нетпейді. Оларды да қатты құрметтеймін. Өйткені шынайы. Шынайы, мен ақша істеу үшін, осы өлеңді ақша істеу үшін жазамын. Соңғы кездері лейблге, сенің лейбліңе қатысы жоқ музыканттардан кімді атай аласың? Ұнады, таң қалдырды дейтіндей. Маған Нұрбек ұнайды, Дюд. Дюд on the guitar. Нұрбек несімен ұнайды саған? Вокал ма, әлде композитор ретінде ма? Композитор ретінде, жалпы алғашқы шығарған альбом бар ғой. Көзқарасы, ән орындау, өте керемет. Соңғы таңғалдырған адам, ғашық болған, сол Нұрбек Дюдтың. Сосын Әли мен Орынхан. Жоқ, саған қатысы жоқ дедім ғой. Ұнайтын әншілерден ұнайтын қыздар бар ма? Дауыстар ұнайтын немесе әндер ұнайтын? Хадиша. Қоңыратбай. Хадиша баяғыдан бері болғанда қанша? 5-6 жыл болды ғой оларында шыққанда. Сосын олардың да саған қатысы бар, сондықтан басқа біреу айтты. Хадиша сәлем. Хадиша баяғыда маған Гәккуге келіп, өзі зергер ғой, мен білмеймін оны. Хадишаның зергерген маған күшті мындай бір кішкентай Гәккудің логотипін істеп берді, күмістен, әлі бар менде сол. Сондай әдемі. Ұста ғой. Мамандығы Хадишаның. Орынхан сияқты. Орынхан да негізі ұста ғой, жаңағы мүсінші. Мүсінші, айтқан. Өте керемет талантты адамдар. Хадиша, Орынхан. Олардың бейнелеуі де көре алады, және музыканы жаза алады. Бұлай сұрайын да, о басында шыққанда жаңа әңгімелестік қой шай ішіп отырып, сені
орыс тілділер өте қатты қолдады ғой. Ақпен бірге, өйткені о кезде орыс тілді аудитория үшін ол шок болды. Мәссаған қазақ тілінде осындай өте стильді, заманауи саунд қандай керемет, бейнебаян қандай керемет деп кәдімгі сені көтерді. Қазақтар кейін ғана, өкінішті болса да, мойындау керек, кейін ғана тыңдай бастады. Бірақ мен әрдайым осыны ойлап жүремін. Мысалы үшін Ғалымжанды бүгінгі таңда аумақтарға шақыра ма? Мысалы үшін Қызылордамыздан концерт беріп көрдің бе? Жеке концерт. Бердім, бір рет болды. Қай жыл болды? Қалай қабылдады? 2016 жылы шамамен, 2016 жылдары болдым. Керемет қабылдады. Бірақ техникалық ақаулар жағынан өте қиын болды. Ол кезде біздің концертный директор Күрішбаев Еркебұлан, менің досым. Қазір студияның продюсері. Ақ пен қарадан қараға кетті. Ақ пен біргеден қараға кетті. Ақ пен біргеден қараға кетті дейін дегені ғой. Сол Еркебұлан екеуміз еске алып, әрдайым соны айтамыз. Енді техникалық жағынан қатты қиындық көрдік. Ешқандай райдер орындалмады. Бәрі бар бізде, келебендер. Халық күтті. Енді халықты ренжітпейік деп қалдық. Әйтеуір бірдеңке ойнап шықтық. Сол. Көбінесе енді елді аралағанда, гастролик сапарға шыққанда үлкен қалалар ма? Көбінесе үлкен қалалар, иә. Көбінесе Астана, Алматы, Ақтау, Қарағанды да қабылдайды, өйткені ол жақта рок мәдениеті бар. Рок мәдениеті бар қой. Бірақ толықтай қазіргі таңда мені қазір қазақтар түсінді, тыңдайды деген нәтижеге жеттік па? Әлі соған жұмыс істеп жатырмыз ба? Жоқ, тыңдайды. Ол ең жету керек нәрсе, бірақ оған жете алмайтын сияқтымыз. Тек қана бізде емес, бізде жаңағы бүйтіп аузына қинап тыққан нәрсені жеп жүре береді көбісі. Рекламамен анау бүйтіпті, анда просмотр екен десе, соны тыңдайды. Ол ұнай ма, ол саған ұнамай ма? Ана жерде бір шетелдік біреумен бірдеңке істепті десе, жүгіреді. Менің өзімнің бастан 10 жылдан бері тыңдап келатқан тыңдармандарым бар. Олардың сахнаның үстінде тұрған түрлерін де білемін. Өйткені суперфандар, әрдайым сол адамдар, мен сол адамдарды жақсы көремін, құрметтеймін, рахмет. Енді мен көп сыртқа шығып анализ жасай бермеймін бұлай. Мені қанша адам тыңдады, менде ондай ой жоқ. Сол себептен айта алмаймын. Бірақ бақтым, орындаушы ретінде тыңдайды, тыңдап жатыр. Әлі күнге дейін жек көретіндер бар. Түсінбейтіндер бар. Ол бола береді. Жалпы ол нәрселерге қарапайым қараймын. Қатты көңіліме алмаймын. Түсіндім. Күшті, Ғалымжан. Әңгімеге де рахмет, жаңа әндерге де рахмет, тек сәттілік тілеймін. Бірақ әңгіменің соңында сұрап кетейін. Көп қонақтарым осы сұрақты қойып жатырмын, өйткені соңғы 1-2 жылдың ішінде көп нәрседен өттік, көп нәрсе басымыздан өтті. Қаңтарымыз болды. Көрмеген нәрсені көрдік. Қазір біреу өзгеріс бар дейді, біреу өзгеріс жоқ дейді, біреу сенеді, біреу сенбейді. Сен жаңа айттың ғой, енді мен көп шыға бермеймін, көп айналама қарай бермеймін дегенде, бірақ соның өзінде Қазақстан өзгерді ма сен үшін? Өзгеріс көріп жатсың ба? Өзгеріп жатырмыз деген сенім, үміт бар ма? Өзгеріс күтпеу керек, адам өзгеру керек. Өзгеріс күтіп жата беретін нәрсе, ол өзгермейді. Адам бірінші түсіну керек, өзгеріс күтпеу керек, өзгеру керек адам. Сол кезде ғана сезінеді. Мен әрине сезінемін. Менде әрдайым өзгеріс. Содан ләззат аламын. Жалпы халық қалай ойлайтынын білмеймін. Бір нәрсе айтамын, өзгеріс күтпеу керек, өзгеру керек болды. Өзіңнен бастау керек. Өзің өзгеру керексің деп отырсың ғой. Иә. Керемет. Керемет.
Рахмет, дос. Саған рахмет. Иә, бүгін ерекше болды, өйткені алдыңғы сұхбатымыз концертте болды, дұрыс сөйлесе алмадық. Иә, асығыс. Иә, басын қатып сенің жігіттердің алғашқы дебют концерті ол кезде, иә. Сондықтан да дұрыс болмады шамалы, ол менің де қателігім, алдын ала түсіріп алу керек еді. Бірақ бүгін кәдімгідей үйге келіп, шай ішіп, әңгімелесіп отырып, бір марқайып қалдық. Рахмет қалды. Саған рахмет. Қош келдің тағы. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Ұнаған болса, міндетті түрде бізге пікірлеріңізді жазып кетіңіз. Ең қатты ұнаған үзінділерді түсіріп, өз Instagram парақшаларыңызға, сторизге салуды ұмытпаңыздар. Және де жақындарыңызға, достарыңызға осы сұхбатты жібере салыңыз. Сізге қиын емес, бізге үлкен көмек. Менің есімім Тимур Балымбетов. Бүгін менімен болған Ғалымжан Молданазар. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.